Үйде иісі шығып, холодильникте балдар жемей қойған вареньені тастауға асықпаңыз. Осындай өте дәмді пирог жасауға болады. Ең алдымен сол вареньемізді жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер блендеріңіз болмаса, шанышқымен ессеңіздер де болады. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың бөлме температурасында жылы болуы маңызды. Үстіне шекерімізді қосып, жақсылап ағарғанша араластырамыз. Осы рецепті Инстаграмда көп адамдар сұраған екен, сондықтан соңына дейін көріңіздер. Сүт пен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды електен міндетті түрде өткізіңіздер, сонда жұмсақ, әдем болып көтеріледі. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ыдысымызды дайындап, пергамент бумагамызды төсеп, осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші құйып, үстінен бағанағы вареньемізді видеодағыдай салып аламыз. Тағы да үстінен қамырымызды құйып, солай 3 рет қайталаймыз. Үйде міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Үйде қарапайым заттардан жасалынатын өте дәмді пирог. Енді бетіне сепкенге мен крошка дайындадым. Крошканы жасалуы өте оңай. Астына описаниеға барлық құрамдарын жазып қоямын. Сары май, қант, оның барлығын осылай қолдың көмегімен араластырсаңыздар, осындай крошка пайда болады. Енді соны бетіне сеуіп шығамыз. 180 градуста жарты сағат 25 минутта демде беті қызарып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, жұмсақ мамықтай болып шығады. Менің парақшам пайдалы, жазылып қойды ұмытпаңыздар.